Бәріңізге сәлем. Мен қазір бұл бейінде осындай сәндік үшін тоқылатын гүлдің тоқылуын көрсетемін. Қысқаша каналға жазылып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыр жаны баса кетіңіз. Мынаның астыңғы жағы осындай қуыс болады. Бұны тоққан кезде ең бірінші мен түрттік номерлі ілмек бізді қолданып жатырмын. Егер де сіздің жіптеріңізге байланысты әртүрлі бола береді. Бірінші біз осындай жіпті былай аламыз. Осындай аламыз. Менде қолданып жатқан номер түрттік номер біз. 1, 2, 3, 4 аламыз да, біріншісіне алып кеп бекітеміз. 4 емес, мен 5 алайын. 5 алдым. 5 алып, мынаны алып кеп бекітеміз. Бекіттік, енді бұдан тыс тағы да жоғары үшеуге көтереміз. Үшеуден кейін ілмек бізге 6 жібілеміз. 2, 3, 4, 5, 6. 6-ды осылай мына саусағымызбен артына қарай шегіндіріп тартып отырамыз. Одан кейін ортасынан біреу алып шығамыз. 3. Жетіншісі болды бұл. Жетіншісі осы жетінші ілмекті осы 6-дан бір өткізіп шығамыз. Біреуінен өтті. 2, 3, 4, 5, 6. Алтыншысынан өтті. Соңғы 2 қалды. Соңғы 2-нен ар жағынан бір жіп әкеп, соңғы 2-нен осылай өткіземіз. Тағы да 6 аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. Мынақсып саусағымызды бекітіп аламыз да, былай қарай тартып. Ортасынан тағы жетіншісін алып шығамыз. Ілмек бізде 7 жіп. Соңғы алған жетіншісін өткіземіз. Біріншісінен өткіздік, және былай тартып отырамыз. Былай астынан тартқан кезде одан келесі жіп дайын тұрады. Өткізгенге астыңғы жағы созылып көрініп тұрады. 2-нен өткіздік. Бұл жерде қолымызбен көмектесеміз. Үшіншісінен өткіздік. Төртіншісінен тура осылай 6-нан бір өткізіп шығамыз. 6-нан өткіздім, және соңғы 2 қалды. Ілмек бізде соңғы 2 жіп қалғанға дейін өткізіп, соңғы 2 жіптен бірге бір жіп тартып өткіземіз. Және де осылай 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортасындағы тестің жетіншісін алып шығамыз. Мына қолымызбен көмектесеміз. Бір-бірден өткізген кезде. Сәл былай ілмек біздің сәл өзіне қарай былай қысыңқырап бассаңыз, екіншісі бос болып тұрады, өтетін жібі бос болып үстіне шыға келеді. Және де 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біз тура осылай жетіншісін алдық қой, жетіншісін алғаннан кейін былай сәл көтереміз мына жерден. Былай тартамыз, тартқан кезде көтерген кезде мынаны былай басамыз, мына ілмектегі жіпті басамыз. Ілмектегі жіпті былай бассаңыз, екіншісінен өтуге дайын тұрады. Екіншісі өтті. Одан кейінгісін былай қарай мына жерден тартып аламыз. Астында өткен жіпті тартасында қайтадан ілмектегі жіпті басасыз. Ілмектегі жіпті басқанда екіншісі өтеді. Тура осындай келген кезде тағы да ілмектегі жіпті басасыз. Ілмектегі жіпті бас бармағыңызбен бассаңыз, келесі жіп өтеді. Былай қарай тартып тұрып, ілмектегі жіпті бас бармағыңызбен басасыз. Ілмектегі жіпті бас бармағыңызбен басасыз осылай. Соңғы ілмек бізде 2 жіп қалды. 2 жіп қалғанда, сол 2 жіпті былай алып, 2 жіптен бір жіп тартып алып шығарамыз. Және де бұдан кейін мына жіптен мынаны былай қатты тартып тұрамыз да, сосын кейін мына жердегі жіп қатты кең болып кетпеу керек, себебі ол кейін де созылады. Сол үшін мынаны былай тартып алып тұрамыз да, осылай 6 ілеміз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 өттік. Жетіншісін мына ішінен алып шығамыз. Ортасындағы тесіктен алып шығамыз. Және де сәл былай көтеріңкі қылып тартып аламыз. Көтеріңкі қылып тартып алғаннан кейін бас бармақпен басамыз. Бір жіп шықты. Тағы да бас бармақпен ілмектегі жіпті басамыз. Ілмек біздегі жіпті басамыз. 2, 3, 4, 5, 6. Және де соңғы ілмек біз қалды. Мына жағындағы жіппен екеуінен бірге тартып алып шығамыз. Тура осылай мына чеңгеніңізді толтырып
жасап шығамыз. Мен бұл жерде шеңберімді толтырып болдым. Шеңбер толтырғаннан кейін мына жақ бетіне қарасаңыз, ең бірінші тоқылған жердегі осындай біріншісіне астыңғы жағына алып кеп бекітеміз. Бекіттік, шеңберіміз осылай шықты. Енді осы шеңберіміздің артынан мына жерде мен мына жақ қасына алып кеп бекіттім, біріншісінің қасына. Енді біреуін аттатып, екіншісіне тағы да бекіту ілгегі бойынша тоқимыз. Бекіту әдісі арқылы. Екеуінен біреу емес, бірінен бір-бірден ғана. Бекіту әдісі арқылы тура осылай шетінен бекіту арқылы тоқып шығамыз, айландырып. Сонда мына жағына кәдімгі қол сиятын қуыс кішкентай сондай пайда болып шығады астына. Бұл жерде тоқып қай жерінен бастап едім деп бүйтудің қажет жоқ. Себебі мына жерден басталған жерінен бастап белгілі. Мына жерден бастап дәурек болған, мына жері тоқылмаған. Мына жерінден бастап екеуі қатар тоқылғанда мына жақта тоқылмаған. Сол үшін ілмекпіз. Егер қателесіп кетемін десеңіз, ілмек белгілеу ілгегін қойсаңыз болады. Осы жерден біз аяқтаймыз. Егер де мынандай тоқылған заттарға сәндік ретінде қойса болады, сәндік гүл ретінде, әсемдеу мақсатында. Егер де бұны былайғы біріктіріп сәндесе де болады. Мысалға мен мына жерден келдім. Келгеннен кейін мына екеуін біріктіріп, менде размерлері әртүрлі болып тұр. Үлкен кішілігі, өйткені бұл жерде үлкен кішілігінің орын ойнау себебі сіздің тоқыған жібіңіздің жіңішкелігіне, үлкендігіне байланысты болады. Сосын сіздің және ортасындағы кольцо бар ғой, ең бірінші қалдырған домалақ, шеңбер соған да байланысты болады. Егер сіздің шеңберіңіз ондай кішкене болса, демек сіздікі кішкене болып шығады. Үлкен болса, үлкен болып шығады. Мына жерден келген кезде мына екеуінде тура сол бекіту әдісі арқылы біріктіреді. Егер сіз өзіңіз басқандай біріктіру жолын тапсаңыз, өзіңіз басқандай жолмен де біріктірсеңіз болады бұл жерде. Бұны сол тоқылған заттың әсемдігін келтіру мақсатында аяқ киім тоқсаңыз, болмаса бас киім тоқсаңыз, тағы басқа кез келген зат тоқсаңыз, соны сәндеу мақсатында тоқылған гүл. Тағы да біреу тоқиды екенбіз мына жерден. Енді осының қасына көк тоқысқанымыз дұрыс сияқты. Бұл жерде әртүрлі түспен біріктірген кезде негізінен үш бұрыш болып біріктіреді. Үш жұп бірге келіп бірігеді. Сол кезде үш жұптың қайсысымен бірге келген үш түстің қайсысы болса да бола береді. Егер мына жердегі біріктірген кезде менде жоқ түс, мысалға қара, мен бұл үшеуін қара жіппен біріктіре алмаймын. Сол сияқты кез келген үшеуін біріктірген кезде сол үш жұптың қайсысы, үш жұптың кез келген біреуімен, мысалға мынаны біріктірген кезде не көкпен, не сарымен, не қасындағы мына түспен біріктіруіме бола береді. Осындай сәндік гүл ретінде осыны осылай тоқылады. Сіздерге ұнаған болса, маған лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Басқаларға да таратып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Қазира.